Республика мемлекеттік егемендігін иеленгеннен кейін 1992 жылы Қазақстан әнұранының музыкасы мен мәтініне байқау жарияланды. Осылайша тәуелсіз Қазақстанның алғашқы гимнінің музыкасының авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болды. Сонымен қатар үздік мәтінге жарияланған байқауда авторлар ұжымы белгілі ақындар Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаева жеңіп шықты. Елдің дыбыстық рәміздердің танымалдығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Алтын күн аспаны, алтын ән даласы, ерлігінің дастаны